Лесінсади зерттеу сабағының нәтижесімен бөліскелі отырмын. Мен бастауыш сынып мұғалімі, модератор Мизамбаева Айкүн Тәпішқанқызы. Лесінсади ұстаздардың кәсіби шеберлігін арттырудың негізгі құралы. Оқушылардың көңілін оқуға аудару, оқу сапасын арттыру құралы ретінде біз 3-ші сыныптардың арасында Лесінсади зерттеу сабағын өткізуді жоспарладық. Оқушылардың оқу сапасын арттыру мақсатында 3-ші З сыныбын зерттеу сабағына алдық. Сынып жетекшісі Мұратбекова Маржан Серікқазиевна. Біз топ мүшесін құрдық. Тобымызда 7 адам бар. Осы тобымызбен ақылдасып, зерттелетін сабақты талқылап, оқушылардың оқу дағдысы мен айтылым, тыңдалым дағдысын жетілдіру мақсатында біз әдебиет сабағынан бастадық. Топ мүшелерімен бірге сабақ жоспарын жоспарладық. Сабағымыздың бірінші циклдің екінші сабақтарында оқушылардың сабаққа белсенділігі жоғары болғанымен, олардың тыңдалым дағдылары төмен болды. Оқушы үнін тыңдау барысында біз оқушылардың сабаққа ойын элементтерін көбірек қолдансақ деген пікірлері болды. Және мұғалімдер тарапынан да ұсыныстар айтылды. Олардың сабаққа ерекше қатысып отырған оқушыны немесе топты ынталандырып, бағалап отырса деген ұсыныстары айтылды. Сабағымыздың екінші циклында әріптестерімізбен, топ мүшелерімен сабақтың оқушылардың деңгейіне сай әдіс тәсілдерді қолданып, және олардың білік дағдыларын жетілдіру мақсатында оларға біз күрделендірілген тапсырмалар беріп, оларды іздендіруге талпындырып отырдық. Әріптестерімізбен бірге осындай топтаса жұмыс істеп, тәжірибе алмасып, бір-бірімізбен әдіс тәсілдерімізді бөлісіп, оқушы деңгейіне сай қолдана бастадық. Осындай бірлескен ортада ынтымақтаса жұмыс істеп, сабақ өткізу барысында осындай еңбектің нәтижесінде З сынып оқушылары шыңдала бастағанын байқадық. Олардың сабаққа қызығушылықтары арта түсті. Және олардың бірін-бірі тыңдау дағдылары да қалыптаса бастады. Мұғалімнің де кәсіби шеберлігі арта түсті. Біздің енді келесі сабағымыз математика пәнін алдық. 3-ші З сынып оқушыларына және ұстазына сәттілік тілейміз. Сәлеметсіздер ме, балалар? Бүгінгі сабағымызды бастаймыз. Бірінші видеосы бөлімі біз қандаймыз дәптірін жасайық. Бірінші топтан бастаймыз, 4 топқа бір-бірімізге тілеп, сәттілік тілеп отырамыз. Қане, бастаймыз. Біз қандаймыз деп бірінші топ бастайық. Біз қандаймыз, әдептісің, әдептісің. Біз қандаймыз, сенімдісің, танымдысың. Біз қандаймыз, ақылдысың, тәртіптісің. біз қандаймыз, көңілдісің, көңілдісің. Жақсы. Біз қандаймыз бәріміз, балалар? тәртіпті балаймыз. Жақсы, өте жақсы. Енді біз балалар 4 топқа бөлініп отырмыз. Топтарымыздың аты ертіс, есіл, Сырдария және Рек тобы болып өзендердің аттарымен бөлініп отырмыз. Неліктен балалар біз өзендердің аттарымен бөліп отырмыз? Ортақ тақырыбымыз Су тіршілік көзі. Жақсы, өте жақсы. Енді бүгінгі сабақта жаңағы бірінші топ ертіс тобы, екінші топ есіл тобы, үшінші топ Сырдария тобы, төртінші топ Рек тобы. Кәне осы өзендер туралы білеміз бе, балалар? Соның қандай пайдасы бар? Және өзеннің қандай пайдасы бар, балалар, білесіздер ме? Кәне, Бексұлтан. Біз өзендерден азық алып және шомылатын кезде сол өзенге барамыз. Өзенге барамыз. Өте жақсы. Тағы да қандай пайдасы бар, балалар? Өзеннің қандай пайдасы бар? Ақжол айтамыз. Және оны ішіп шөлімізді қандырамыз. Шөлімізді қандырамыз. Өте жақсы. Сусыз не жоқ, балалар? Өмірімізде тіршілік жоқ. Өте жақсы. Енді Сырдария, кәнекей, есіл
тобы. Кәнекей, Есіл өзені қайда орналасқан екен? Астана қаласында орналасқан. Астана қаласы сол өзенді, Есіл өзенінің бойында орналасқан екен. Ал енді Ертіс өзені аға деген өте жақсы. Арқартай Сырдария өзені, ол Мақтааралдағы ең жақын өзен. Жақсы. Арқартай Іле өзені қай облыста орналасқан? Алматы мен Балқаш, яғни Алматы облысы арқылы ағады екен, иә? Өте жақсы. Енді қазір біз сіздермен келесі сандар сөйлейді әдісі арқылы біз әрқартай сабағымызды жалғастырамыз. Біз өткен сабақтарда біз бекітуде болған болатынбыз, иә? Бекіту сабағы болған. Сонда біз үш таңбалы сандарды бір таңбалы сандарға көбейтуді, жазбаша бөлуді үйренген болатынбыз. Енді сендерге сұрақ, 106 санын 4 есе артты. Кім жауап береді? 424. Өте жақсы. Келесі. 636 санын 6 есе кеміт. Бейбарыс. Сырдария болған. 100. Қанша? 106. Өте жақсы. Келесі 205 санын 4 есе арттырамыз. Кім жауап береді? Есіл, Ертіс тобы. 820. Іле тобынан. 820. Өте жақсы. 939 санын 3 есе кеміт. 205. Ақжол, Сырдария тобынан. 313. Мирас, өте жақсы, жарайсыңдар балалар. Кәне қопаштап қояшы, жауап берейін. Енді келесі көбейтудің компоненттерін атайықшы балалар. Көбейтудің мәні. Өте жақсы балалар. Енді балалар біздің үстіміздегі киіміміз, оқу құралдарының салтымыздағы, иә балалар? Ішіп жүрген тамақ, азық-түліктер, жаңағы киімдеріміз, осының барлығы ақшаға керек балалар. Ақшаға еңбекпен. Жаңызын айта қойшы. Еңбекпен келеді. Ал еңбек етсек не аламыз біз ақысын? Ақша аламыз, жақсы. Ақшаны қалай ұстауымыз керек? Ақшаны қалай Я ақша бізге еңбекпен келеді екен, иә? Және ақшаны қырып босқа бұрыстап, әр нәрсеге жұмсамау керек. Оның бәрін азық-түлікке жұмсау керек. Азық-түлікке, киім алуға, иә? Және артылған ақшамызды қайда жұмсауға болады балалар? Дүкенге ме? Тағы да? Жетім жерге өте жақсы айтасыздар. Қайырымдылық қорына беруге болады екен, иә? Ондай болса, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы балалар қағаз, ақша. Енді қазір сендерге алдыларында балалар әр топта депозиттер балалар, иә? Депозит. Яғни біз балалар ақшаны қайда жинаған тиімді деп ойлайсыңдар өздері? Депозитте жинауға болады екен, тағы да қайда жинайды? Банкке жинайды екен, иә? Жақсы. Қайсысы? Яғни үйдегі копилка дейді ғой, иә? Қор, иә? Кішкентай қорға немесе банкке депозитке жинаған тиімді ме? Қайсы тиімді деп ойлайсыңдар? Депозитке неліктен? Себебі депозитке жинасақ, оған пайыз қосылып тұрады. Пайыз қосылып тұрады екен, иә? Өте жақсы. Ондай болса, бүгінгі сабағымызда біз қағаз ақшамен бағаланамыз. 500 теңге, 1000 теңге және жоғары пайғамбарларға жаңағы 2000 теңгеден бағаланамыз балалар. Сондықтан әр топта мысалы 6 мүшеден отырмыз, топ мүшелері осы депозитке өзіміздің алған бағалауларымызды осы депозитке қорғылып жинайық. Қане барымызға сәттілік тілеймін. Енді бүгінгі сабақтың тақырыбы жаңа айттым қағаз ақша. Бүгінгі сабақта сендер ақшаларды танып, біліп, ұсақтап, берілген соманың құрамын білетін боласыңдар. Және өрнектер мен суреттер бойынша есептер құрастырып, және өрнектерді есептеу
арқылы Қазақстандағы өзендердің ұзындығын анықтай аласыңдар. Енді бізден берілген тапсырма қазір мынандай бірінші топқа жалпы балалар қазір видео барлығымыз назарымызды экранға. Мынау Қазақстан Республикасының ұлттық валютасы теңге. Теңге атауы ортағасырлық түрде. Қарашы, мынау Қазақстан Республикасының ұлттық валютасы теңге. Теңге атауы ортағасырлық түркілердің денге деп аталған ұсақ күміс монеталарынан шыққан. Теңгенің номинальды құны неғұрлым өскен сайын соғұрлым қымбат. Бүгінгі сабақта купюралар немесе 1000, 2000, 5000 теңгелік банкноттар туралы айтамыз. 1000 теңгелік банкноттың негізгі түсі сарғыш қоңыр. Өлшемі 134 мм-ден 70 мм. Купюра бетінде Қазақ елі монументі, ұшып жүрген көгершіндер және Қазақстан Республикасының рәміздері, мемлекеттік елтаңба мен ту бейнеленген. 2000 теңгелік банкноттың негізгі түсі жасыл. Өлшемі 139 мм-ден 73 мм. Купюра бетінде Қазақ елі монументі, ұшып жүрген көгершіндер, құландар және Қазақстан Республикасының рәміздері, мемлекеттік елтаңба мен ту бейнеленген. 5000 теңгелік банкноттың негізгі түсі қызыл. Өлшемі 144 мм-ден 76 мм. Купюра бетінде Қазақ елі монументі, ұшып жүрген көгершіндер, қар барысы және Қазақстан Республикасының рәміздері, мемлекеттік елтаңба мен ту бейнеленген. Жақсы балалар, видеодан не тамашаладық балалар? Қазақша туралы, біздің ұлттық теңге деп аталады екен. Жалпы балалар, осы ұлттық валюта күні қай күн? Қай күн? Балалар, есімізде бар ма? Есілдің? 91 жыл ма? 93 жылы, дұрыс айтасыңдар. Қай күні айталған балалар? 15 қараша күні ұлттық теңге күні деп аталады екен. Әр балалар, әр елдің өзінің валютасы бар, ал біздің валютамыз ол қалай аталады? Теңге деп аталады екен. Өте жақсы. Ары қаратай бізде балалар, осы Қазақстаннан бізде тегін гері пайдаланамыз балалар. Шетелге бару үшін біз қандай ақшаның түрлерін қолданамыз балалар? Доллар қолданамыз екен, сом, жақсы Бішкекке барған кезде, балалар. Ары қаратай, енді қарап отырсаңдар, жаңағы доллар, 1 доллар қанша теңге тұрады екен қазір? 450, жақсы. Ары қаратай, балалар, қазір біздің ақшамыз, теңгеміз, жаңағы қандай теңгелер түрлері, қағаз ақшалардың түрлерін білесіздер өздері? 200, 500, 1000, 2000, 5000, 10 мың және 20 мың бар екен, жақсы. Ал 200 теңгелік қағаз ақша бар ма қазір қолданыста? Жоқ, оның орнына монета, тиын ретінде қолданамыз, өте жақсы. Ал енді осы қағаз ақшалар мен тиындармен біз қайда барамыз? Дүкенге барамыз, өзімізге керекті заттарды сатамыз болады екен, сонымен біздің жаңағы тәуелсіз егемен мемлекеттің міндетті рәміздерінің бірі оның ұлттық валютасы болып табылады екен балалар. Яғни 1993 жылы 15 қарашада президенттің жарлығынан басталып, яғни осы теңге айналымға енген екен балалар. Қазір топпен, екіжылдықпен балалар осы берген соманы әртүрлі тәсілмен жақтап көрсетеді.
отыра қойыңдар. Апай, 2000 теңге. Жақсы балалар аяқтап болса, тыныш істейік болады. Қане, қазір топпен бағалау болады. Бірінші ертіс тобы көрсетеді. Есіл тобы, Сырдария және Іле тобы бағалаймыз шапалақ әдісі арқылы, үш шапалақ әдісі арқылы дұрыс болса. Егер де қате кетсе, екі немесе бір шапалақпен бағалаймыз. Келесі екінші Есіл тобынікі. Есіл тобыны да, Сырдария тобында, Іле тобында, яғни шапалақ әдісі арқылы бағалаймыз екен. Қане, көрсетіп жіберейік. Бірінші топ көрсетейікші, кәнеки ертіс тобы. Ертіс тобы қандай купюра? Жаңа неше теңге? 10.000 теңгені. Орнынан тұрып айтыңызшы. Ал керек. Қандай сомалар алдыңдар? Бізде 2.000 теңге, 2.500 теңге, 1.2.000 теңге, 1.500 теңге. 1.500 теңге. Сонда 10.000 теңге шықты ма? Өте жақсы. Дұрыс па балалар? Балалар өздерінің топтарын бағаламайсыңдар, е? Басқа топ сендерді бағалайды. Жақсы. Екінші есіл тобы. Қанша теңге түскен? 7.000 теңге түскен екен. Оны қалай? 1.500 теңге, 1.2.000 теңге. Дұрыс па балалар? Өте жақсы. Келесі Сырдария тобы. Ақжол. 4.500 теңге. Санымыз дұрыс. Дұрыс па балалар? Кәне бағалайықшы. Жақсы. Келесі Іле тобы. Мирас көрсете ғой. 2.000 теңге. Былай, алдымызға қарай көрсетейік. 8.000 теңгеде 2.000 теңге неше болды? 4 алдық. Дұрыс па балалар? 2.000 теңге. Жарайсыңдар балалар. Қазір топ мүшелеріне барлықтарына бағалау. Қазір топ басшылары естеріне сақтап отырамыз. Өйткені соңында мен сұраймын, қай бала үлес қосты бұл неге? Қорға. Жақсы балалар, енді келесі тапсырмамыз балалар. Берілген мәтін есеп бойынша қайырмен сәйкес келетінін тауып зерттейміз. Есепті шығар дейді. Балалар, сендердің оқулықтарында бізде 5-ші тапсырма тұр, иә балалар? 5-ші тапсырма тұр. 5-ші тапсырмада өрнектер мен суреттер бойынша есептерін құрастыр дейді. Сендерге мәтін есеп берілді. Мына жерде А, Ә, Б, В. Осы 4 топқа 4 есеп берілген, иә? Енді өрнектер тұр. Сол 4 өрнекті жаңағы қай есепке берілгеніне сәйкес келеді. Соны өздерің жаңағы тауып, зерттеп, шартын құрып, дәптерлерге шығарасыңдар. Жарай ма? 28-ші бет. Енді қане бөліп берейікші. Бірінші топқа 210 көбейтілген 210 мен 2-ні көбейтіндісі, қосылған 150 мен 2-ні көбейтіндісі тез ашамыз. Бірінші ертіс топқа, ертіс тобына. Енді екінші топқа, есіл тобына 490 қосылған 330 қосылып 150. Қайсы өрнек осы сандарға сәйкес келеді балалар? Есептің шартын және табасындағы есептің шартын құрамыз, шешім жауабын жазамыз. Сендер үшіншісі, мың азайтылған 490 мен 2-ні көбейтіндісі. Бірінші берген оқыңыз балалар. Сендерге қайсы сәйкес келеді? Қайсы сәйкес келеді? Я дәптерге орындаймыз балалар. Дәптермен жүрсіз. Сендерге төртінші. Апай бала тек есептейміз ба? Мың азайтылған жақша ішінде 330 пен 400-ні
қосындысы. Осыған қайсы сәйкес келеді, соны тауып көрсетіңіздер. Бірінші, қане? Апай шартымен жазамыз ба? Я шартын шешуі және жауабы. Қане, екі стопыны. Бірінші, айдар балықшыларға арналған дүкеннен 210 теңгеден 2 сүзгіш және 150 теңгеден 2 ілмек сатып алды. Ол барлығына қанша теңге төледі? Келесі, әзі, елдос, 490 теңгелік қармақ, 330 теңгелік шелек, 150 теңгелік ілмек үшін қанша теңге төлеуі қажет? Б. Айбар мен Жандос балық аулауға бара жатып, дүкеннен 2 қармақ сатып алды. Олардың 1000 теңгесі бар. Bir қармақ 490 теңге тұратын болса, сатушы қанша теңге қайтаруы тиіс? В. Төртіншісі. Досжан 1000 теңгесі бар. Досжанның 1000 теңгесі бар. Ол дүкеннен 330 теңгелік шелек пен 4000 теңгелік жіп алды. Досжанда қанша теңге қалды? Енді сендерге топтарға өрнектер бөліп бердім, Санжар. Енді соны өздеріне қайсы сәйкес келеді, соны табасыңдар. Мысалы, таптық па балалар? Жоқ, жауап емес маған. Қай өрнек сәйкес келеді екен? Қай топқа сәйкес келеді? Бірінші асы. Аяғы. 2. Өте жақсы, сендер тобы. Енді шарттарын құрамыз. Не белгілі, соны жазамыз, иә? Қысқаша шартында. Екінші, Кәусар. 490, барлығын табамыз, иә? Өте жақсы, әсі сәйкес келеді, иә? Ал Сырдария тобына Бексұлтан. Жас. Иә? Бексұлтан. Қайсы сәйкес келеді сендер топтарына? Көбейтілген 2. Келесі, 4-ші топқа қайсы сәйкес келеді екен? Айару. 1000 азайту жақша ішіне 330 қосу 400. Қайсы сәйкес келеді? Ама, әна, бама. В, иә? Сәйкес келеді, өте жақсы. Бексұлтан қайталап жүрсің, қайсысы? А, Б, қайсысы? Б, өте жақсы. Келесі, Кәусар сендердің топтарына қайсы берген? Ал бірінші топқа бертіске А тапсырмасы сәйкес келеді екен. Иә, қане қысқаша шартын құрып берейік. Қысқаша шартын берілген балалар. Жақсы, кім болды? Айару. Айару. Шелек 330 теңге, жіп 400 теңге, барлығы 1000 теңге, шешуі 1000 азайту, жақша ішіне 330 қосу 400 тең 270, Досжанда 270 теңге қалды. 270 теңге қалды. Өте жақсы. Келесі, Мирас сен де оқыдың ба? Сенікі де тура сондай ма? Оқи қойшы. Шелек 330 теңге, жіп 400 теңге, барлығы 1000 теңге, шешуі 1000 азайту, жақша ішінде 330 қосу 400, жақсы жауабы тең 270, жауабы Досжанда 270 теңге қалды. 270 теңге ақша қалды. Жарайсың. Келесі. Асы сүзгіш 210 теңге 2 дана, ілмек 150 теңге 2 дана, барлығы белгісі, шешуі, жақша ішінде 210 көбейтілген 2, қосылған, жақша ашылды 150 көбейтілген 2, жақша жабылған тең 420 қосу 300 тең 720. Жауабы барлығы 720 теңге төледі. Жарайсыңдар. Енді балалар қазір жақсы. Себеп сәтінде жүрейікші.
өзен, яғни тұщы көлдің, яғни несі болып табылады, көзі болып табылады екен, иә? Яғни жаңағы осы өзендерді не істемеуіміз керекпіз біз? Ластамауымыз керекпіз. Суды жалпы үнемдеп басуға болмайды. Өте жақсы. Енді қазір осы өзенде суда жалпы не тіршілік етеді балалар? Балықтар тіршілік етеді екен, өте жақсы. Ал енді балық суда тіршілік етеді. Сондықтан да балықтар жаңағы су ластанса, балықтарда не істейді балалар? Жоғалып кетуі мүмкін, иә балалар? Яғни енді қарап отырсақ, қазір аквариум дейміз, иә? Енді осының ішінде бізде балықтар бар. Осы балықтың ішінде балықтың артында тапсырмалар тұр. Сол балықтың артында тапсырмаларды қазір 4 топтан, яғни Ертіс, Есіл, Сырдария, Іле тобынан бір оқушы келіп алса. Иә? Жақсы. Ертіс тобынан Сабина. Екінші, Есіл тобынан Мұхаммед Али. Жақсы, сендерде енді балықтардың артында қандай сандар тұр? Қандай нелер? 5.000 теңге тұр сенде? 10.000 сенде, жақсы. 5.000 теңге, келесі 2.000 теңге. Қане, осы сомаларды қалай сақтауға болады екен? Қане, 5.000 теңгені? 2.000 теңге, 1.000 теңге. 1.000 теңгеге алуға болады, тағы да? 1.000 теңгеден 5 алуға болады. Жақсы, Сәрсен, 10.000 теңгені қалай сақтар еді? 5.000 теңгеден 5.000 теңгеден 2 алуға болады екен, өте жақсы, тағы да? 2.000-нан 5 алуға болады екен, өте жақсы, тағы да? Келесі. 10.000 теңгеден 5. Неше теңге сенде тұрған? 5.000 теңге, 2.000 теңгеден 2.000 теңгеден 4 алса қанша болады ол? 2.000 теңгеден 2 және 1.000 теңге. Өте жақсы, келесі. 2.000 теңге дейді. 2.000 теңгені қалай сақтайсың сен? Неше теңгеге алуға? 1.000 теңгеден неше алуға болады? 1.000 теңгеден 2 алуға болады, жақсы. 5 теңгеден 4 алуға болады. Иә? Жақсы, жарайсыңдар. Жақсы, өте жақсы. Енді балалар, осы біз айтты қағаз ақшамен, жалпы ақшамен, қағаз ақшамен, неге барамыз біз? Қайда барамыз балалар? Дүкенге барамыз, иә? Қане, қазір дүкен ойын ойнап жіберейік. Сатушымыз ақшыл келеді. Апай, берген сомаларына сатушы ақжол, қазір мен сендерге берген сома берем. Соны мен мына жерде тұрған бізде супермаркет, супермаркетте бізде барлық заттар сатылады, сонда кітаптар тұр, киімдер тұр, ойыншықтар тұр, және тәтті заттар тұр. Соны қайсысын аласыңдар? Мен шығайын. Дүкенге келдік. Ақеркенің қолында 5.000 теңге бар екен балалар. 5.000 теңгеге ол қандай заттар алады екен? Бәріміз қарап отырмыз балалар. Мысалы, сұрай ғой. Не алғың келеді? Дүкенге барған кезде айтамыз ғой, бірінші не істейміз? Сәлем десеміз, иә? Жақсы. Қане, тез айтуға. Кітап қанша тұрады? 5.000 теңге дейді. Демек, 5.000 теңгеге ол не алды балалар? Кітап алды. Кітап алды. Өте жақсы. заттар алады екен. Иә.
Доп алам дейді. Доп қанша теңге тұрады екен? 500 теңге. Тағы да не аласың 2000 теңгеге? Неше теңген қалды? 500 теңге кетті. 1000 теңге қалды. Я 550 теңге. 500 теңгеге 550 тоқсан қанша болады? 2 Қанша теңген қалды? Қанша теңге қайтарасың? Осыған 2000 теңге берді. 550 теңгеге киндер сюрприз алды, 550 теңгеге лейс алды, және 5 теңгеге не алды? Доп алды. Қанша теңгесі қалды? 400 теңгесі қалды. Апа, мен чай чапай. Келесі. Теңгесі бар Айымның қолында. Айым не алғысы келеді екен? Киндер сюрприз дейді. Жақсы. Кітап алғысы келеді екен. Қанша болды? Тағы да зат аласың ба? Жақсы. 200 теңге. Енді бере ғой. Қанша теңге қайтаруым керек? 2500. 500
Qani, депозитimizni есептегішімізден кейін, топ басшылары депозитimizni есептегіші. Qani. Birinchi top, ikkinchi top. Depozitimizde. Kecha sanab o'tiramiz. 3000 tenge, 9 yilga 4000 tenge. Apay bizga Alziyar qo'shdi. Және Ayib, men Ayaz. Alziyar, Ayib, ya, o'te yaxshi. Ikkinchi to'g'ri 4000 tenge qo'shinapti. Kelesi. Qasir. Ayib. Elana, Rayana, Sanjar, Quvanish, qani? Muhammed Ali. Yaxshi, 4000 tenge. Yesi to'bi qo'rlarga 4000 tenge jinoqdi. Kelesi. Aqshu, Sirdaryo to'bi. Bizga barlig'i Yo'q, qancha to'b? Qo'r. 3500 tenge kim qo'shdi? Yaxshi. O'te yaxshi ayol. Le to'bi. Qancha tenge? 5400 tenge degan. O'te yaxshi. Har qo'rlarga ko'p ashishdan keyin bala le to'bi ekan. Ya, odan keyin yesi to'bi, odan keyin yesi to'bi, odan keyin Sirdaryo to'bi nima ekan. Endi o'zi qo'rlar aqshalarini qayda jumlaysiz? To'p-to'pga javob berdik, shiprit. Yok yetimde yine tuttuğum sosyete kalsa. Kapıya ne bir kide akşamın da var. Bir sıkıntı. Çok bir işte. Aha, Hollanda karşılar. Hadi şu müsaade edin. Çok zaman kaldı. Kallar yine diyor. Yaksa kelesi. Ayağım. Hayırlı korna belirlendi. Öte жақсы бүгінгі сабақта барлықтан белсенді қатысыңдар. Үйге тапсырма, номер 6-шы тапсырма, 28-ші бет күнделіктеріне жазып ала қойыңдар бала. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.